A векторы тең 6, I векторы азайтылған 8 J вектор болса, A векторының ұзындығын табыңыз. Берілгені бойынша A векторы тең болады 6, I векторы азайтылған 8 J векторы дейді. Енді бізде мына жерден қарап отырсақ, берілген дүниеде, яғни мына жерде координаттарын біліп аламыз, яғни мынау x дегеніміз 6-ға тең, y дегеніміз 8-ге тең екен. Сонда 6 және 8 координатасы бойынша. Енді бізге A векторының ұзындығын табу үшін, яғни олардың координаттарын квадраттап бір-біріне қосып түбірдің астына алу керек, яғни міне x квадрат қосылған y квадрат болады. Яғни x деп отырғанымыз 6, 6-ның квадраты, y дегеніміз 8, 8-дің квадраты болады. 6-ның квадраты 36, 8-дікі 64. Екеуін қосатын болсақ, түбірдің астында 100 болады. Түбірдің астынан 100 дегеніміз 10 болып шығады. Яғни бізде A векторының ұзындығы 10-ға тең. Онда жауап та жауабында тұр.